Ислам діні дүние жинау, бай болудан қайтармайды. Алайда шектен тыс әуестік иманға зиян тигізбей қоймайды. Яғни дүние мұсылманның жүрегінде емес, қолында болуы керек. Енді осыған қатысты аят айтып жүрейін. Алайда сендер осы өмірді артық көресіңдер. Ал соңғы мәңгілік өмір хайырлы әрі тұрақты. Енді осы аяттың арабшасын айтып жүрейін. Бәл ту'сирунал хаятад дуния вал ахирату хойру ва абақа. Енді осыған қатысты Сахил ибн Саад әс-Сағдиде жеткен хадисті айтып жүрейін. Егер бұл дүниенің Алла үшін шыбынның қанатындай маңызы болса, онда ол имансызға бір жұтым су таттырмас еді. Енді тағы бір хадис айтып жүрейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үмметінің сипатының бірінде сендердің жүректеріне уахинді салып қояды дейді. Сол кезде сахабалардың бірі: "Я Расулалла, уахин дегеніміз не?" деген кезде өлімді қаламау және дүние құмарлық деп жауап береді. Енді осы хадистің қысқаша арабшасын айтып жүрейін. وَلْيَغْزِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. Енді осы жөнінде халық даналығы не дейтінін айтып жіберетін болсам, алтын көрсе періште жолдан таяр, дүние қор дүниенің құлы, дүние қоңыздың ішінде шайтаны бар, айдай ажарды иттей нәпсі білдірді.